О, күшті болды. Бота ханым, қайырлы күн, қалыңыз Қайырлы қалай? күн, қайырлы күн, достар. Қайырлы күн, Бағила ханым. Мына қызық жағдай болды, теріс қаратып қойдық. Мына бір жағынан енді өзің қарап, әне жерің, мына жеріңде отырмайтын болдық енді. Өте әдемі Иә. болдырсыз. Мына бүйтеді ғой, адам танымасын сыйламас деп жатады. Сол себептен бір-екі ауыз сөзбен өзім туралы айтсам, менің есімім Бота. Бота жаңағы 4-7, если мына бизнес және тұлғалық консалтинг тілімен айтсақ 4-7-мін. 21 жылы осы халықаралық мектепті барып оқып келдім. Бару себебім, өмірімде бәрі дұрыс болса да, мен негізі психологияны 21 жыл бұрын бастаған. Сананы дамыту деген тема. Бәрі дұрыс болса да, бір ана коронавирустен кейін жаныма бір нәрсе жетпей тұрғанда ішімде бір қапырық болды ғой. Сол акасы 1-ші жыл екен ғой. Содан кейін баяғыда йога, цигун, танзацуан деген практикалармен айналысқам. Содан кейін осы цигун практикасын қайтадан қолыма алып, сонымен шұғылданғым келді да, Google арқылы іздейміз ғой, біздің Google помощьқа. Цигун деп терсем, Жанат Қожамжаров шығады. Онда танымаймын Жанат Қожамжаровты. Тағы қателескен шығарым деп, тағы цигун деп жазсам, тағы бір қазақтың жігіті шығады. Ол кім? Неге маған шыға береді деген сұрақ қойдым да, тыңдап көрейінші не туралы айтып жатыр екен деп. Соны бүйтіп қарасам, Алланың өнерлігінің арқасында адам баласы дейді. Құдай адамның кейпінде бізге келеді екен ғой. Менің сұранысым, қапырығым болғандықтан, жаңағы Алланың өнерлігінің арқасында именно Жанат Қожамжаров төрттіктер туралы айтып жатыр ғой, мына қызық болғанда. Мен соны тыңдадым да, надо же деп өзіме таң қалдым. Мына кісі мені білетіндей айтып жатыр ғой, айтқандарым бәрі маған тура келеді. Содан кейін қызығушылық пайда болды да, ай кетті десейші, ол кезде коронавирус кезінде үйде жатырмыз ғой енді. Содан кейін ұстаздың барлық эфирларын тыңдадым. Бір жетті тұрмастан тыңдағаннан кейін бұл тамаша ғылым екеніне көзім жеткен сияқты, бір түсініп келген сияқты болды. Содан кейін мен өзім 21 жылдық тәжірибелі психологпын. Негізі бұл менің 3-ші білімім. Содан кейін видеоларды көріп жатқан кезде, жаңа танысым Бибинур Хакимованы көрдім. Сол Жанат Қожамжаровтың эфирлері арқылы. Содан не істедім? Бір жетіп көріп болғаннан кейін, барып диплом алып келейін дедім ғой, әден соның бір жетінің ішінде бәрін білдім дедім ғой мен. Білдім деңгейінде басқа психологияны оқығанда солай сияқты көрдім ғой мен бұл ғылымда. Бәрін білдім, тек мына карма деген сөз түсінгеннен кейін барып диплом алып келейін дедім ғой. Соңғы Бибинур Хакимоваға звондадым да айттым. Мен барып оқып келдім. Пожалуйста деді. Сонымен мен өзім ғана емес, өзім подругамды да алып бардым. Сонымен барып мына карма болмасын, диплом алып келейін деп. Содан кейін екінші бизнес мөресінде пайдаланамын деген шешім қабылдадым ғой сол кезде. Мен қазір, мен тарихтарымнан естісем, көп адамдар кризис ретінде барса, менің 1-ші жылым жаңа білім алайын деген ниет болған екен ғой. Маған кризис ертерек келді. 2000-ші жылы қатты кризистер болды ғой, 2000-ші жылға дейін. Негізі мен жаңа 4-7 болған соң табиғаттан берген менің мінезім деп, ақыл бағдарламасында тұрудың арқасында ауру болдым ғой. Сол кезде 2000-ші жылы тірі болатынымызға кепілдік бермейміз деп больницада айтқан кезде, менің өмірім менен басталынады. Менің өміріме ешкімді кінәламаймын деп қолхат жазып шыққан болған. Сол күннен бастап мына психологияны қолға алған болған. Аллаға сансыз шүкір айтам. Бүгінгі күні міне сіздердің алдыларыңызда сайрап отырмын. Жаңағы осы 3,5 жыл болды. Жанат Қожамжаров ұстазымнан алған ақиқатты білімді қолданып жүргеніне. Оның ішінде, Юлдаш, я на прямом. Оның ішінде я тренерға бардым Искулге, Дубайға барып келдім, профпотокты бітірдім. Мини MBA дипломының егерімін. Негізі менің жаңағы психолог болу үшін оққан білімдерім, 3 ғылымды бітірдім ғой мен. Мына бизнес және тұлғалық мектепке бармас бұрын 2003 жылы нумерологияны оққам, 2017 жылы жаңа Россиядан каузалды сана ғылымын бітірдім. 3-ші мынау тамаша ақиқатты білім, енді тамаша білім деп айтамын. Бұл
білімді мен барар кезде жаңағы бір жетінің ішінде бәрін біліп алып дипломға барған едім ғой. Бұл ғылымда бір түсінгенім, білемін деңгейінде қалмай, алған білімді өз бойыңнан өткізу керек екен. Қозғалыссыз өзгеріс болмайтынын түсіндім. Именно мына білімді өз бойыңнан өткізу керек. Мен мына 21 жылдық тәжірибелі психолог ретінде айтсам, осы біздің бизнес және тұлғалық мектебінің алдында алған білімдерімді мына сырттан адамды өзгертуге, шабыттандыруға бағытталған болатын. Ал бұл ғылым арқылы мен өзімнің субъективті ойымды қоспай, өзімнің табиғатынан берген қабілеттерін, әрбір адамның Алладан берген мықты қабілеттерін, қай жерден ол күйзеліске түседі, қай жерді дұрыстау керек, мына сандарды сөйлететін шебер ретінде. Сан болғаннан кейін, сан деген бұл математика ғой, бұл есеп. Әр есептің шығару формуласы бар. Әр адамның өзінің формуласын беру арқылы түсінікке алып келіп, жан дүниесіндегі рухын, күшін оята, әдетін өзгерте, тағдырын өзгерте, өмірінің жақсы жаққа өтуіне өз септігімді тигізудемін. Аллаға сансыз шүкір айтамын. Негізі дұрыс, бәрі естіліп тұр, Бота ханым, айта беріңіз. Лахет, в прямом эфире. Так, бұл жаңағы негізі Жанат Қожамжаровтың ұстазымның әрбір сөзіне мен айтам ғой, Нобелевский премия беретін адам. Мен неше диплом иегерімін, қызмет жасаған тұлғамын деп айтуға болады. Мына MLM компаниясында 20 жыл бойы не болды мына телефонда? Теріс қаратқаннан кейін звондай беріп жатыр. Кешірім өтінем. Да, ойымды бөліп жеріп жатыр. Мына әрбір сөзіне ұстазымның мен Нобелевский премия беруші едім. Мен айтпаймын, бірінші күннен бастап, оқыған күннен бастап, менде сондай түсінік болды, сондай сенімділікпен қабылдадым десем, ол өтірік болады. Мына қанша жыл қызмет жасап жатырмын. MLM компаниясында 20 жылдан бері директор болып жатырмын. Өзімнің субъективті ойым бар, өзімнің тәжірибем бар. Ол бір күнде еш жаққа кетіп қалмайды ғой, түсінік жоқ болған. Оны мысалы сумен теңесем, прямой эфирде отырып. Сол ғой, міне прямой эфирде. Мен үште деп айттым ғой деп, жолдасым оянып мен. Жаңағы бір күнде шаққа кетпейді ғой, түсінік жоқ болды. Мен қазір айтам ғой, менің өмірдегі тәжірибем, өзімнің субъективті ойым, мына Жанат Қожамжаров арқылы біліп жатырмын ғой, шындықтың үш түрі бар екен, субъективті, объективті, жоғарғы объективті екен. Менің сондағы субъективті ойым, мына егер стақандағы сумен теңестірсем, менің суым лай болып кеткен ғой. Мен жаңа өз қалауымның арқасында, өз ойымның, өз нәпсімді семіртіп, ал Жанат Қожамжаровқа барған кезде, ол кісі маған бүйтіп айтқан, сен Құдайдан қорықпайсың ба деген. Білімің бар, нәпсің қалыңдап кеткен деген. Сол кезде мен сол сөздің түсінігін міне 3 жылдың маңайында біліп жатырмын ғой, действительно біздің нәпсіміз қалыңдап кетті ғой, ешкіммен шаруамыз жоқ, өзіміздің суымыз қанша лай болып кеткенде шатағымыз жоқ қой, өз қалауымыздың жетегінде жүргенбіз ғой. Абай Құнанбаев айтқандай, жарты адам бол. Ақылсыз, ессіз жар емес, өз ойында кем емес. Егер сондай мықты болсақ, ауру келмес еді ғой. Берекең жоқ болатын, берекең болмайтын. Мен Аллаға сансыз шүкір айтам. Міне, жаңағы 3,5 жылдан бері қаншама ұстазым Жанат Қожамжаровтың тікелей эфирін тыңдап, Zoom-да өткізген сабақтардың арқасында, сіздер сияқты әріптестердің тәжірибелерінің арқасында енді түсініп келе бастады. Мына стақандағы лай су менің келісімім бойынша, менің қабылдаған шешімім арқасында, ұстазымның қолында ұстатқаным арқасында тық етіп, жаңа Zoom арқылы тық етіп, прямой эфир арқылы порциялап берген, жаңағы тренерға берген, жаңағы профпотокқа берген білімдерінің барлығын бұлақтың таза суы десем, мына менің лай суым ақырындап шетке шығып, қазір
мына суым таза болғанын байқап, Аллаға сансыз шүкір айтамын. Представляете? Содан кейін тағы да бір айтатын, менің өмірім қалай өзгеріп жатыр. Менің өмірім емес, вообще қазақтың, әрбір қазағым жалғызым дегенде, қасиетті Қазақстан, біз тілімізді ұмытыппыз ғой. Мен қызметкер болып істеген соң, тілімді ұмытыппын. Мен орысша сөйлейтінмін. Өз тілімді ұмытып, жаңағы сол електеушілікпен, шүлдірлеп, заманның талабы деп, жаңа өзіміздің тұлғалық қасиетімізді жоғалтып жүрген екенбіз ғой. Осы арайда мен бір зат айтайын. Мен өзім облыстық акиматта қызмет еткен адаммын. Представляете? Қазақтарды қазақшаға үйретуге өкімет неше жылдан бері қаумақта ақшаны бюджеттен бөліп отыр. Сізге өтірік, маған шын. Дәлелі бар. Представляете, еш қазақты қазақша үйрете алмадық қой. Неге? Түсінік жоқ. Ниет жоқ. Өз зона комфортымыздан шыға алмай жартадан болып жүргенбіз ғой. Жанат Қожамжаровтың санаға қопарыс бергеннің арқасында мен қазақша ғана сөйлейтін болдым ғой. А бүйтіп қарасам, қаншалықты ол ақиқат деген сұраққа, қаншалықты ақиқат. Роддомда туылғанда кімнің қызы деп туылды? Алла тағала кім туды деді? Қазақтың қызы туылды деді. Алла тілімді, үнімді берген ғой. Мына түсінбеушіліктің арқасында өз үнімді, өз икигайымды адамдар маған не бермеді. Міне, қалай жұмыс істейміз. Кешке дейін телефон кешірім өтінемін. Жаңа роддомда туылғанда қазақтың қызы деген. Үнімді берген. Соны түсінбеушіліктің арқасында өз үнімді, өз икигайымды, өз радиомды өшіріп, тұншықтырып, басқа елдің тілімен сөйлеп жүр екен ғой. Сол кезде мына қазақтың сөзі сүйектен өтеді дейді. А біз сүйектен өткізбейтін орыстың тілі ол бейсаналы қараппыз ғой, бейсаналы. Бүгін Аллаға сансыз шүкір айтамын. Менің өміріме қалай көмектесті? Мен бүгін ана тілімде ғана сөйлеймін. Мен бүгін мына қазіргі кейін кезде қарасам, TikTok әлемінде халықтың өмірлері жақсы жаққа өзгеруіне септігімді тигізіп отырмын. Күнде алғыс, Аллаға сансыз рахмет айтамын. Біз Жанат Қожамжаров ұстазымыз айтқандай, адами қасиеттен жоғалтыппыз ғой. Біз роботтар сияқты қарым-қатынасқа кеткен екенбіз ғой. Мына адамнан мен не аламын? Менің айтқанымды дұрыс десе, келіссе, адамдармен жақсы қарым-қатынас құрам. Сенікі дұрыс емес десе, все, хас дұшпанымызды санаймыз. Алланың құзырын алып жүрген екенбіз ғой. Тек мен бар екен ғой, сонда ятай деймін. Мен қазір ойлаған сайын, прям ятай деймін. Масқара, бұрынғы әрекеттерімді қарасам, жаңағы бастық болып істегендегін қарасам, мен тозаққа баратын адамдардың бірі болған. Міне. Кешегі күнде есім алсам, масқара, ят. Сол кезде вообще түсінік болмаған ғой. Әрбір ісімізде Алла тағала бізді назарында екенімізде шаруамыз болмаған ғой. Ісімізде нәтиже болса мен жасадым, нәтиже болмаса көз тиді деп айтқан сияқты. Тек алсам болды екен ғой, міне. Алсам болдының қалауында жүрген адам екен, мен соны түсіндім. Ал Жанат Қожамжаров нені үйретіп жатыр бізге? Беруді үйретіп жатыр. Беруді. Біреудің жетістігіне себепші болағана, біреудің аламын дегеніне септігіңді тигізе ғана өз қалауыңа жетесің деп жатыр. Міне, ақиқаттың жібін жайып түсінікке келтіруде. Шында да бағайла. Мен жаңағы халықаралық дәрежедегі бизнес тренер ретінде айтайын. Мен осы ақиқатты 3,5 жылда айтып жатқан кезде өзімнің бизнес топтарыма айтып жатырмын ғой. Міне, бір саусағыңды басқа адамға қаратсаң, басқа адамның жетістігіне себепкер болайыншы деп. Мен көрініп тұрмын ба? Бір саусағым көрініп тұр ма? Бір саусағым, міне, Бағиламның жетістігіне себепкер болайын. Әйтпесе, любой адам жетістігіне себепкер болайын. Шын ниетімен, шын пейілімен десе, 3 саусақ қайда қарап тұр? Маған қарап тұр ғой. Алла тағала айтады. Ниетіңе, пейіліңе 3 рет әйтпесе 300 рез берем дейді. Ал бұрынғы әрекетте біз не істеп жүрміз? Қазір көп адамдар, ақиқатты түсінбеген адамдардың барлығы TikTok әлеміне келген кезде бітеді. Маған айтыңызшы, мен айтыңызшы, только өз қалауларында. Егер бір саусақты өзіңе қойсаң, мен деп 3 саусақ кері бағытқа қарайды.
яғни кем дегенде 3 рет сынақпен сені түзетем. Әйтпесе 300 рет сынақ берсем тобаңа келесің деген түсінік. Міне, біздің бәріміз көмір сана болып кеткенбіз ғой. Болмысымыз махаббатпен жаратқанмын әрбір жанды дейді. Бізде ойлаған болсақ, адам мен адам қалай бұл өмірге келеді? Екі адамның сүйіспеншілігі арқылы келеді. Біз не істеп жүрміз? Бізде көмір сана, махаббат, сүйіспеншілік деген айдалада жүр ғой. Ал көмірді біз тұрақты өмірде қолданамыз. Көз алдымызға елестетейікші. Көмірден жылулық жылу үшін не істейді? Қоқыс, ағаш, бағаш, қағаз қоқыстарды жаңағы тұтатамыз, жандырасың, сол кезде ғана көмірден жылу шығады. Міне, көмір санада болсақ, Алла тағала сынақ арқылы бізді күйдіріп, жандырып тобамызға келтіреді. Осыны нақты ұстазым Жанат Қожамжаровтың бизнес және тұлғалық мектебінде солда оқып жатқан психологияда нақты түсінік беріп жатыр. Сынақ Алладан, сынақты көтере алғаныңша береді дейді. Ал егер мына әрбір сөзді талдасаң, әрбір сөздің артындағы қасиетін де айтып жатыр ғой, міне әріптестері арқылы. Сынақ деген сөзде сына, қ деген әріп тұр. Немесе өзіңді сына, немесе ұшта. Бізді итермелеп қойған Алла тағала санамызды дамыту үшін. Егер санаңды дамытпасаң, сынақты мен берем дейді. Алланың сынағының арқасында емес, өзіңді сынау арқылы, өзіңді ұштау арқылы. Мына аманатқа қиянат дейді. Бұл дүниеде де, ол дүниеде де оңбайды дейді. Мына денеміз біздің аманат қой, Алладан келген. Біз деген аманатқа қиянат жасап жүретінбіз ғой. Аманатқа қиянат бұл дүниеде де, ол дүниеде де оңбайды деген сөз. Егер дене тәртібі болмаса, бұл дүниеде ауру болдық қой. О дүниеде оның сұрауы болады ғой. Саған мен сонша міндет атқардым, саған аманат дене, сен не істедің деген сұрауы бар ғой. Сол себептен адамның басты міндеті өз санасын дамыту, қалған бәрі екінші орында деген нақты айтылған. Мен өз өмірімді, айтып тұрмын ғой, 2000 жылдан бері мен өз өмірімді, өмір менен басталады деп алғам. Мен ең бірінші орынға сананы дамытуды қойғанның арқасынан ауруымның бәрі қолыстасып басқа жаққа кетті. Бірақ мен өзім түсінгенмен, мына Жанат Қожамжаровтың ұстазымның бергеніндей ақиқатты мен түсінбеппін. Бірде нәтиже жоқ. Мен мына таң қалатын зат, Жанат Қожамжаров бәрін схемаға салып тастаған ғой. Представляешь, бәрін схемаға салып тастаған. Адамның сөзіне біз сенбейміз ғой, біз айтып тұрған кезде сайратын адамдар көп, бізде нәпсі деген қалың ғой. Ал сол себептен естімейтінмін мен. Ал дұрыс айтады, мышление деп айтамыз, ол ой ғой. Мышление бедного, мышление богатого. Сенің ойлағаның, жазғаның, көзіне елестеткенің ғана бұл өмірде болады. Тағы міне, күнде таң қалам. Егер Жанат Қожамжаровтан осы ақиқатты білімін алмасам, сонда 58 жасқа келгенше мен табиғатта жүру деген, бес сезімді ашу деген ақиқатты мүлдем білмейді екен. Жылына 1-2 рет пикникке барғанымыз болмаса масқара болғанда. Мен физкультураға жақынмын. Менің балконның 40 квадратный метр ояқта жаңа беговая дорожкада бәрі тұр ғой. Адамның жасаған тәртібіне бағынып жүріппін. Мен табиғаттың жасаған тәртібіне, Алланың жасаған нұры төгілген жеріне бармаған екен. Представляете, мен мына төрттік ретінде айтсам, төрттіктің санасын жаулап алған мақсат қой. Алдында түйе жатса, байқамайды. Ол өзінің жаңа иллюзиясында жүретін адамдар ғой. Баяғыда мамам айтушы еді, ой сұмдық-ай, алдыларыңда түйе жатса көрмейсіңдер деп. Представляете, тура сол ештеңені көрмей, өз қиялы әлемімізде жүреміз ғой, өз иллюзиямызда. Мені, представляете, кішкентай кезінде инопланетянка деп айтатын. Инопланетянка сөйтіп, сол қазір ғана осы оқуға келгеннен кейін түсіндім неге солай. Представляете, міне бететін. Алла, алдыларыңда түйе жатса көрмейсіңдер ғой деп айтатын ғой енді. Өмірдің өзі иллюзиямызды жою үшін келген екен ғой.
Соны естіп, біздің ұстазымыз болмаса, соны түсінер ме едік. Елизермен кетуші едік қой. Мықты болсам 58 жасқа дейін білмедім ба соны. Мен ақыл бағдарламасында 4-7 болсын, үйлесімді, ми деген жеткілікті. Өзіме алам деп, бір жағынан алам, бір жағынан береке кетеді. Бір жағынан алам, бір жағынан береке кетеді. Осы орайда берекені әкелген Жанат Қожамжаровтың космо энергетиктің әлемдегі 10 адамның бірі Жанат Қожамжаровтың мына магниттеріне тоқтатып кетсем, мен негізі мына психологиямен заниматься еткеннен кейін білем, егер сен алған біліміңді 12 сағаттың ішінде қолданбасаң, ол білімден түкте пайда болмайды. Сол себептен 3,5 жыл бұрын оқуға барған кезде мен магнит туралы естідім да, жаңа үйге копилканы қойып қою, оның үстіне магнит қойып қою деген темалардың барлығын жартысы өзімнің креативім арқылы келді, жартысы. Но самое главное мен айтайын дегенім, мына магнитті қойып қою арқылы солтүстік шығысқа сізге өтірік, маған үшін берекелі болды. Міне, осы береке ол 21 күннен 21 айдың ішінде. Күтудің қажеті жоқ дейді, Құдайым біледі дейді. Менің енді оқып келгенім 3,5 жыл болған соң 21 ай баяғыда өтті ғой. Самое главное, менің жолдасыма рахмет. Жолдасым сол Жанат Қожамжаровтың бүкіл ілімін алып, оқуға бармаса да, отбасында біз сондай практикаларын жасап отырмыз. Аллаға сансыз шүкір айтамын. Күнде жолдасымыз екеуміз таңғы сағат 5-тен тұрып, жылы суымызды ішіп, табиғатта жүреміз ғой. Сол кезде мынандай ойлар келеді ғой. Ойлар келеді. Қалай сонда шықпай түске дейін ұйықтайтынбыз, қалай шықпаймыз деп мен ойлаймын да. Мына орыстар иттерін алып жүреді ғой, сол кезде мен бүйтемін ғой. Мына орыстар ит екеш иттерін таза ауаға серіндетеді. Ал біз Алланың аманатына қиянат жасап жүр екенбіз ғой деймін. Осы оқуды бітіріп келгелі менің жолдасым үштік инструкция ретінде қабылдады. Ұстазымның әрбір сөзін, егер мен инструкция ретінде қабылдасам, мен кіммен бөлсем, өзімнің іс-әрекетіммен жолдасыммен бөлсем. Мына батасы бар ғой, батасы керемет қой. Ұстазымның батасынан айналайын деп, мен биыл 60 жылдыққа толған кезде, прям бүкіл отбасым бар, енді қанша адам болды, 100 адамнан астам адамдарға жаңағы Жанат Қожамжаровтың энергиясымен тойбастарымды бастадым. И батасын қай жаққа барсақ та біз тыңдаудан бастаймыз, достар. Тыңдаудан бастаймыз. Жол жүреміз, Жанат Қожамжаровтың батасы. Ертеңінде тұрамыз, түстен кейін тұрамыз. Күнде ертеңгісін рахаттанып, табиғатқа қарап, тамсанып, алғысымызды жаудыратамыз. Бір жан тыныштығы келді. Мына төрттіктердің бойында қанағатсыздық. Бәрі жетіп тұрған кезде бір қанағатсыздық құрып тұрады ғой, қанағатсыздық құрып тұрады. Жаныңа бір жай таппай. Міне қазір жан тыныштық келді ғой. Өмірдегі ең құнды нәрсе сенің өмірің деген түсіндік қой. Өзімізбен бақытты өмір сүріп жатырмыз, жолдасымыз екен. Ештен кеш жақсы дегендей, кемел жасқа келгенде осы жақсылықты көруді нәсіп еткен Аллаға рахмет айтамыз. Представляете? Міне бұйыртса, жарты жылдан кейін пенсияға шықсам, осы ақиқатты білім арқылы адамдардың өмірін жақсы жаққа өзгертуге қызмет жасаймын деген шешіммен отырмын. Енді Құдайым біледі. Баяғыда күрбің тіршіліктің арқасында, жаңа қамшының сабығындай кішкентай өмір деп баяғыда үлкен кісілер айтқан кезде түсінбейтінмін. Действительно, қамшының сабығындай кішкентай өмірде мына 60 жыл деген көзді ашып жұмғанша өтіп кетті ғой. Сол кезде бүйтіп талдау арқылы қарасам, біз кешегіні жырлайды екенбіз, ертеңгіні ойлайды екенбіз. Дәл қазір осы сәтте өмір сүру дегенді білмейді екенбіз ғой міне. Адамдармен қарым-қатынаста Жанат Қожамжаров айтқандай, албасты қабаққа қарайды дейміз. Все, сол албасты болып жүргенбіз, қабағына қараймыз. Албастының да мына ақиқатын естігенде мен өзім TikTok әлемінде айтып отырам. Қазірде айтып кетуге уақыт мен көріп отырған жоқпын қанша екенін. Уақыт болып қалды ма, жаным бар. Айтып беріңіз, Ботақа. Бүгін сіз жалғыз өзіңіз, сол үшін сізге толықтай беріледі. Алланың инвестициясы түсетін күнге түскен екен ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Кеше сізді күтіп, зато бүгін өзіңіз жалғыз айтасыз. Мына албасты қабаққа қарайды деген сөзді мен онша түсінбеген болғам. Ол не албасты қабаққа қарайды деген?
Албасты қабаққа қарайды деген сөзді енді түсініп жатырмын ғой. Біз адамдардың қас қабағына қараймыз. Біреу саған жақсы жауап берсе, ол адам сенікі, жаман жауап берсе, ол адам бөле бастаймыз. Бөлу деген сөздің Б әрпі дәл қазір осы сәтте таңдау жаса. Алла тағала әрбір әрекетін көріп тұр. Дәл қазір осы сәтте Алланың сүйікті құлын бөлу арқылы сен өл дейді. Өз адамгершілігіңде өл. Өз тіршілігінде, өз әрекетіңде өл дейді. Немесе бөлу. Дәл қазір осы сәтте өлетініңді біліп, басқа әрекет жаса дейді. Міне, басқа әрекет. Мына бөлген кезде қасықтап жинаған энергиямыз шелектеп төгіліп кетеді екен ғой, шелектеп төгіліп кетеді екен. Біздің бәріміздің қателігіміз, қанша жерден мен психолог болып жүрсем де сол айқындықты білмеппін, достар. Қанша жерден біздің бәріміздің қателігіміз ақшаны қуып жүрміз. Қуған зат бізден қашады ғой. Қазір міне, мен энергиямды көтерудемін, ертеңде тұрам, Аллаға сансыз рахмет айтам. Мына рахмет айтсаң маған, тағы берем саған дейді. Алғыс айтқанымыз. Енді албасты қабаққа қарайды деген сөз, қабақ туралы айтып берейінші. Міне, қабақ. Адамның қабағы. Ортасында Б тұр. Кармический яма дейді бір психологияда. Третий глаз деп жатады бір психологияда. То есть, міне, третий глаз смотрит на тебя деген сөз ғой. То есть, дәл қазір осы сәтте Алла тағала көріп тұр екен ғой сен. Егер қабақ деген сөздің Б-сын қойып, екі жаққа оқысақ, бақ деген сөз. Міне, әрісіңді, аналитикалық ойлау қабілетіңді көтеру арқылы, талдау арқылы, орынды орынсызға келсең, ана қалаймын, қаламаймын емес, интеллект жұмыс істемесе, дененің парасимпатичный, симпатичный деп дененің программамен өткен өмірдегі сағыздай шайнап жүреді екенбіз. Ал бет сезім ашылып, мына интеллект оқу арқылы білім қараңғылықтың алдын алады дейді. Сол кезде міне, бағың былай да ашылады, бағың былай да. Оқу арқылы, ақиқат арқылы біліп отыр. Міне, третий глаз деген Алла тағала әрбір ісіңнің куәгері екен ғой. Жақсылығыңа да, жамандығыңа да. Ол мына 7-8 жолы қайтарымы болады деген. Ал содан кейін тағы қандай свидетель? Третий глаз деген. Біреуі Алла тағала свидетель екен. Ал екіншісін айтайын, қайықтағы свидетель. Міне, қас. Оң қас, сол қас. Қас деген сөзді қалдасақ, бірінші Қ әрпі тұр. Құдайымның берген асы. Өмірдің басталуы ас. Өмір неден басталынады? Менің өмірім қайдан басталынған? Сіздің өміріңіз қайдан басталған? Әке-шешемізден басталынған. Әке-шешемізден басталған. Яғни, жаңа третий глазың, второй глаз әкеңнің тұғымы. Міне, Құдайымның берген асы, өмірдің басталуы әкемнің тұқымынан. Генетика әкемнің. Құдайымның берген асы, үшінші көз. Құдайым берген асы, шешемнің тұқымынан. Әрбақ риза болмай, тірі байымайды. Міне, Алла тағала екі жақтан екі әруақтар куәгер болып тұр екен ғой, менің әрбір іс-әрекетіме. Представляете, біз соған кішкентай болса да, ол айтылды ғой, ымды түсінбедік қой біз. Табиғатқа үңілсең, мына психология деген негізі өзіміздің салт дәстүрде жатыр. Психология деген негізі өзі қазақтарда жатыр. Біз соны бейсаналы түсінгенбіз ғой, біз түсінбегенбіз, түсінік жоқ болған. Қазір қарасам, міне, дәл қазір осы сәтте. Енді Жанат Қожамжаровтың схемаларына келсек. Міне, мен төрттікпін, сіз де төрттік екенсіз ғой. Міне, төрттіктер әлемі сөйлеп жатыр. Иллюзиядағы төрттіктер әлемі. Төрттіктер деген кім? Негізі басқа кеңістіктен келген білім, тектілік деп айтады. Міне, білім, ақиқат, ол төрттік бұл турасын айтып туғанына жақпайтындар. Төрттік мейірімді болғандықтан дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деп, төрттік. Менің любимый мақалым ғой ол. Төрттік арқылы ақиқат келеді. Бір ақиқат келген кезде біздің бір жағдаят, бір хабар, бір көңіліңе жақпайтын сөз келді дейді, төрттік ретінде. Сенің нең кетеді? Сенің жайлылығың кетеді. Жайлылығың кеткен кезде автоматически бізде не көтеріледі? Эмоция көтеріледі. Эмоция көтерілген кейін біз қалай дейміз? Робот болған соң. Деп тұрма дейміз де, біз мә деп барамыз. Сонда бізде күрес болады. Біз ойлайды екенбіз, біз адаммен арпалысып жатырмыз деп. Сол моментте Алланың сүйікті құлымен арпалысып жатыр екенбіз. Сынақ та бізге келді. Біз өзіміз
өзіміздің бойымызда қабылдай алмай жүрген ақиқатты біреу көрсеткен кезде иттей ыза болып сол хабаршымен жаңағы күреске түсетінбіз. Сол кезде Алла тағаладан не істейді екен? Алла тағаладан алыстайды екенбіз. Бізде өр көкіректік шыққан кезде қара асқарға кіріп Алла тағаладан алыстап, нәтижесінде не ақша жоқ, ауру, мүмкіндіктерге жабық. Міне жаңағы біздің Жанат Қожамжаровтың жаңа даналығының бірі деп айтуға болады, схеманы жазып берген. Қандай іс-әрекет жасасақ те, солға қандай іс-әрекет жасасақ та, осы схема 4, 6, 9, 5. Күнде біреу сенің нәпсіңе жақпайтын хабарда әкеп жатыр. Күнде біреу. Күнде біреу әкеп жатыр міне. Оны күнде жайлылығын кетеді. Әрбір секунд бәлкім жайлылығын кетуі мүмкін. Сол кезде біз нәтижесі бір ғой, ылғи слив энергия, ылғи біз мүмкіндіктерден жаңаға қалып жатырмыз. Ал егер санаңды дамытсаң, уже сен жолын білсең, сен білсең, мына жаққа кетіп бара жатқанда по-любому машинаның баллонын жыртылатынын білсең, сен не істейсің? Бір жаман жағдаят болды, көңіліңді жаңағы жайлылығың кетті, эмоцияң көтеріп, ары қарай неге баратынын білген кезде, біз стоп басуымыз керек қой. Рульде келе жатқан кезде алдыңнан жолаушы шыға келсе, басып, таптап өтіп кетпейміз ғой, сол жерде стоп дейміз. Стоп, тормозға басамыз. Содан кейін бірінші, может быть, жаңағы пенде болған соң бір-екі эмоциямыз кететін шығар, но мен өзім бүйтем. Стоп деймін да, елки-палки, қаяқтан шықты деймін да, сразу мен бүйтем. Мынау деген мен соткама қолына ұстамай келетіп, адамды басып кете салдадым. Енді соткан қолға ұстамау керек екен. Мынау масқара ғой, чуть-чуть басуға қалдым деймін да, жауапкершілікті өзім алам да, сразу талдауым арқылы түсінікке келіп, өзім стратегиямды қолданып. Міне, ондай түсінік болған жоқ қой, достар. Мен 21 жыл ретінде психолог болып жүрмін. Ондай түсінікті біреу берсе, мен басым кесіп берейін деген тема ғой. Міне, Жанат Қожамжаров қандай түсінік беріп жатыр. Соның өзін адамдар естімегендер, білмеймін ғой, әйтеуір ауыз бар деп сөйлеп отырғандар көп. Но мен сіздерге айтайын, Аллаға сансыз шүкір айтам, міне. Конституцияның барлық тармағымен мен келсем деп айтпаймын. Біреу ұнайды, біреу ұнамайды. Так же, адамдардың қылығымен барлығы ұнайды деп айтпаймын. Мен өзім бәріне ұнаймын деп айтпаймын. Мен шоколад емеспін ғой, бәріне ұнайтындай. Мен өзіме қасиетті тұлғалы болған соң өзімнің жаңағы мықты қасиетім бар. Сол мықты қасиетім, осал жерім шығар. Міне. Конституцияда, но конституцияның барлық тармағы орындалмайды. Ұнамаса да конституцияның заңын бұзсаң, сен не істейді? Сені басқа ортаға апарады. Біз цивилизованный адамдар дейміз ғой, міне, дана санасын дамытқан адамдар өзгертуге шамам келе ма конституцияның бөлігі? Менен сұрады ма? Забыли у меня спросить, да, мына бөлігін жазып жатырыз. Естімейді ғой. Сол себептен өзгертуге шамам келмейтін нәрсені қабылдауға күш қуат бер. Кейбір адамдар айтып жатады ғой маған, күйеуімді қалай өзгертуге болады, балам, өзгертемайсың, біреуді өзгертем деп шашыңа қарап өлесің. Оданша өзгертуге шаман келмейтін нәрсені қабылдауға күш қуат бер. Қолыңнан келетін нәрсені жасауға қайсарлық бер. Біріншісін екіншісінен ажыратуға не бер? Сана бер. Вот мен тек өз өмірімнің қожасымын. Мен тек өз өміріме жауап беремін. Қалған дүниенің барлығы байда, балада, Алланың құзырында екенін түсініп жатырмыз ғой. Міне. Осы схема арқылы, талдау арқылы түсінікке келген кезде Құда да риза, Құдағи да риза. Дәл қазір осы сәтте мына 3 куәгер тұрған кезде иқсанда болу керек деп жатады. Ұстазымыз Жанат Қожамжаров. Иқсанда болу. Міне, өзімнің армансыз адам қанатсыз құс дейді. Мақсат болу керек. Мына тиімді адам деген кім? Тиімді адам деген алдында мақсаты бар адам. Егер адамның алдында мақсаты болмаса, автоматически тиімсіз адам болады. Тиімді адам ретінде алдында мақсатыңды қой. Өзіңнен қолыңнан не келеді, соны жаса. Өзіңнің қолыңнан келетін затты чуть-чуть көбірек жаса. Ал нәтижесін Алланың құзырына бер. Потому что міне Алла тағала әрбір іс-әрекетін көріп тұр. Алланың разылығына де.
Бүгін мына тикток әлеміне кірсем де, алла тағаламен ісіміз жоқ, біз ісіміз жоқ болғанбызға, тура сол сияқты жұрттарда да іс жоқ. Әрбір іс-әрекет бүгінгі күні жасалып жатқан адамзаттың жақсы өмір сүруіне ғой, соны түсінбейміз. Вот честно айтамын. Сол себептен мен ойлаймын, Жанат Қожамжаров беріп жатқан білімі мықты. Қазақстандардың әрбір семьядан бір адам барып оқып келсе де, осы білімді алып, осыны жадыларыңнан өткізіп, жаңағы өздеріңнің жаңағы зейіндеріңді ашып, жандарыңа сіңірсеңдер, сонда жан тыныштығы болады. Отбасының өзі бизнес. Егер бүгін отбасындағы қарым-қатынаста азап шегіп жүрсеңіздер, достар, яғни бизнесіңді қоя алмай жүрсің. Вот сіздерге айтайын. Аллаға сансыз шүкір айтамын. Бір жерде табысты болып, екінші жерде табысты болмай жүрген кездеріміз болды ғой. Біз енді жұмысқа берілдік те, үй деген. Қазір мен нақты битіп айтып отырған кезде, оказывается, тұлғалық даму болған адамдар бәрі жері 12 гүлі ашылған адамдар болады. Ал қалғанында жарты адам бір жерде ақша тауып жатыр, өмірін қирап жатыр. Соның бәрінен кетірген Жанат ұстазым жасасын. Бүгінгі прямой эфирге шақырған Бағила жасасын деп айтқым келеді. Бүгін мен отырған адамдардың зейін ашылып, өмірлері жақсы жаққа өзгерту үшін бір сөз алып кетсеңіздер де, жаңағы өмірлеріңіз өзгерсін, достар. Сұрақ болса, сұрақ қойса жауап беруге дайынмын. Керемет, үлкен рахмет мына жерде сіз деген бір кәдімгі сабақ бердіңіз бәрімізге. Бір керемет әңгіме болды. Рахмет үлкен, көп түсінік келіп жатыр расында да. Достар, қараңыздар, қандай керемет, иә. Қанша рет Бота ханым Құдайға шүкіршілігін айтып жатыр, ризалшылығын айтып жатыр, ұстазымызға алғысын айтып жатыр. Осы кісі 60-қа келіп өзімді түсіндім, 20 жылдан астам психологияда жүрсем де, ол жерде алмаған білімді осы ғылымға келіп, білімді алған кезде ғана түсінік келді деп айтып жатыр. Достар, сіздерді сол үшін қуана-қуана біздің мектепке шақырамыз, достар. Жақын арада болатын Suicide тренинг институты Дубай қаласында, достар, 21 маусымда басталады. Әлі үлгересіздер, достар, 2 күн қалды. Ол жерде сіздер тек қана білім алып қоймай, достар, сол мемлекеттің білім министерствосынан диплом аласыздар. Яғни тұлғалық даму және бизнес саласындағы цифрлық консультант деген мамандыққа ие боласыздар, достар. Ол өте керемет. Және де келесі ағым Стамбул қаласында болады. Ол жерде базалық ағым ана тілімізде өтеді. Ол 2 шілдеде басталады. Ал одан кейінгі ағым Оңтүстік Кореяда да болады, достар. Қараңыздар, қандай тамаша. Және біздің ұстаз өте жомарт кісі. Ол біздің жастарға 25 жасқа толған 25 жасқа дейінгі жастарға 50% жеңілдік жасайды, достар, оқуға. Ол өте керемет мүмкіндік. Мені Бота ханым айтпақшы, әрбір қазағымның отбасынан бір адам болса да, осы мамандыққа ие болса, ол өте тамаша болады. Я, Бота ханым, айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Мен жаңағы өзің айтып жатқандай, міне, жаңағы халықаралық деңгейдегі диплом аласыздар. Иә, дұрыс айтасыз, әні дипломды қараңыз, қандай дипломды әдемі. көрсетіп отыр. Дипломды дипломын көрсетіп отыр. Иә. Қазір Дубайдың мөрі қойылған. Қандай керемет мүмкіндіктер ашылып жатыр. Бағасы қанша деп жатсыздар, достар? $2400 ол Стамбул қаласында, ал Дубай қаласына оқуға барсаңыздар, ол жерде $5000 тұрады. Оқу. Ол жерге базалық ағымда, кәсіби ағымда кіреді. Мен енді телефонды өзіме қаратып алайын. Ал қаратып алыңыз, иә. Достар, мына жерде керемет мүмкіндік бар. Бота ханымға қандай сұрақтарыңыз бар? Қараңыздар. Бота ханым, мен білуімше сіз тиктокқа күнде шығып, осылай біздің жастарымызды тәрбиелеп жатсыз. Керемет. Ой, жаным, Нұргүле жазып жатыр. Құтты болсын, апай, керемет деп жатыр. Рахмет. Мен енді оқып отырайын да, міне. Иә.
Өте күшті эфир болды достар. Я өздеріңіздің мықты қабілеттеріңізді білгілеріңіз келсе, өздеріңізді түсінгілеріңіз келсе, кіммін, осы қалай адамдарға пайдалы болам, адамдардың жетістіктеріне қалай себепші болсам болады деген сұрақтар мазаласа достар, қуана күтеміз сіздерді біздің мектепте. Әрине сақтаймыз, эфирді сақтап қоямыз. Осы парақшаға кіріп, қайталап көрсеңіздер болады, достар. Тиктокқа қалай жазырамыз дейді. Жазира, бота 2А, бота Малибековна. Или бота деп жазсаң, мына Қазақстанда менің ғана атым 2А бар ғой деймін. Бота ханым, сіз атыңыздың энергиясын 6-ға ауыстырдыңыз, иә? Мына, опять, мына ақиқатты білім арқылы. Егер менің есімімді бота көз деп қойған болса, онда солидность болып еді. Менікін орысша жазғаннан кейін бота гоз деп қойған. Ол жерден басқа энергия, жағымсыз энергия. Вот этот недовольство собой болады. Мен халықпен жұмыс істеген адам. А там отшельничество. И получается, екеуінің ортасында жаңағы күйзелісті менің денем арқылы проявление на коже недовольство собой. Түсініңіздер ме? Есім арқылы, өзім арқылы. Сол есімімді ауыстырып тастадым. Телефонымды ауыстырып тастадым. Керемет. Енді сол өзгерткеннен кейін қандай әсер алдыңыз, атыңызды өзгерткеннен кейін? Қандай өзгерістер байқалады бойыңызда? Ой, мына жан тыныштығы келіп жатқан, ол да алтылықтың өзіңе деген жайлылық, өзгеге деген жайлылық сезімі бар шығар. Міне, барлығы, это совокупность қой, барлығы. Бір зат істесең, барлығы совокупность. Құдайым біледі қай жағынан келетін. Есімнің де атын, телефонның да атын, адамның атын санау керек па? Я, Нургуля, обязательно санау керек. Консультация алған кезде оның бәрін санау керек. Да. Сан бер, санды түсінетін сана бер, сана бермесең ала бер деген сияқты. Әр санның сан деген атаулы ұғым екен. Мына туған күн, ай, жыл дегенде біздің тағдырымыз жазылады екен ғой, тағдырымыз. Сол тағдырымыз қандай бағытта, қандай энергияны біліп тұрған, білген адам өзінің өмірін үйлесімді жасайды. Мына сана саныда, миссияда бізге сынақ болып келген. Үшінші сфера деген бар. Оның бәрі мына мектепке барғанда оқисыздар. Немесе шеберлерден кеңес алған кезде білесіздер. Но түсіну, білдім деңгейіңізде қалмаңыздар. Білгім деңгейінде оқыдым, өмірім өзгереді, қозғалыссыз өзгеріс болмайды. Қазір даже мектепке барардың алдында да жылы суларыңыз ішіп, опысымла деп, Алла тағаланың табиғатына шығуды үйренейік, достар. Дұрыс айтасыз, Бота ханым. Үлкен рахмет. Мына жерде бізге жүрек жіберіп жатыр сізге. Керемет эфир болды деп менің анам мына жерде комментарий жазып жатыр. Да? Ол менің анам үздіксіз осы біздің ұстаздың да осы сияқты фанаты ол кісі. Осы оқуға жіберген анам. Ой, рахмет. Ол үзбей қарайды біздің эфирлерді. Патигуй. Достар, енді мынау регламент деген бар, 1 сағат өтіп кетіпті, достар. Осы жерден эфирімізді аяқтайық, Бота ханымның тиктогына өтсеңіздер, ол кісі білуімше күнде шығып сол жерге осылай үйретеді. Достар, қуана шақырамыз, қайталап өтейін, енді жарнама жасап кетейін біздің оқуға. Дубай қаласында 21 маусымда басталады, 2 шілдеде Стамбул қаласында басталады, және де 25 шілдеде Оңтүстік Кореяда басталады біздің оқу, достар. Біздің оқу тек қана офлайн түрде өтеді, себебі біздің ұстазымыз әрбір өзінің шәкіртіне 30 цигун сеансын жасайды. Ол міндетті түрде болатын нәрсе. Кейін оқудан кейін офлайн 7 күн оқимыз, одан кейін 1,5 ай онлайндағы оқу өтеді, достар. Содан кейін барып қана сіздер дипломдарыңызды аласыздар. Онда регламент болса, көп рахмет айтам. Бағила, сеніміңізге рахмет. Халыққа тыңдағандарыңызға рахмет деп, мен онда сіздердің рұқсаттарыңызбен жаңағы сау саламатта болайық деп. Үлкен рахмет, Бота ханым. Осындай жетістіктеріңіз көп болсын. Армандарыңыз орындала берсін, алдағы мақсаттарыңыз орындала берсін, табысыңыз көп болсын. Амин.
сау болыңыз. Жақсы достар, үлкен рахмет. Оңтүстік Кореяда болатын оқу жайлы әрине болады достар. Осы эфирдің астына осы парақшаның директіне жазсаңыздар, толық ақпарат беріледі достар. Немесе комментарий жазыңыздар осы эфирдің астына, мен өзім жеке сіздерге шығып бүкіл мағлұматты берем достар. Барлықтарыңызға үлкен рахмет достар, осы уақыттарыңызды бөліп қарағандарыңыз үшін. Бұйыртса ертең осы парақшада, осы уақытта түскі сағат 3-те кездесеміз достар. Барлықтарыңызға сәттілік.